Кешегі болған ситуацияны айтып берейін, өзімнің сөзіммен қалай болды. Кеше отырысқа жиналдық. Біз уже Шерхан алдында звондап айтып қойды. Мен осылай ботадан тағы бір мүмкіндік сұрап, сондай отырыс ұйымдастырсам деген сияқты. Сонымен барлығымыз шашбауын көтеріп бардық. Сонымен ойламаған жерден кіріп келді. Шерхан букет құшақ гүлімен. Енді бота кішкене қырсыққаны бар. Енді қыз болғаннан кейін қыздың назы бар деп айтамыз, е. Енді өздерінің орталарындағы реніштері бар деген сияқты. Оны да түсінуге болады. Сразу жүріп кететін қыз болады, сразу жүрмейтін қыз болады деген сияқты. Енді видеоны көрсеңіздер, ол жерде бот айтып жатыр. Қабылдады, Сақинаны да қабылдады, Гүлді де қабылдады. И айтты, я деп айтпаймын, бірақ добиваться ет деген сияқты. Енді өзінің кінаңды түсініп, жаңағы ары қарай қадамдарыңды жаса деген сияқты мүмкіндігін беріп жатыр. Сонымен барлығымыз қуанып солай күшті отырдық, кеше прям до утра отырдық. В общем, барлығымыз ризамыз, как будто маған ұсыныс жасағандай. Мен қуанып жатырмын, ана бота тезірек я деп айтса екен деп, мен прям шыдамай баратырмын. Білмеймін, мен мысалы андай тез жібейтін қыздардың қатарынамын да, мен андай ұзақ бетін ете алмаймын да, ботаның енді ішінде сезімі бар-ау деп қоямын. Ботандай да ашық айтпайды да. Біз мысалы құрбысы болсақ та, бізге де көп нәрселер айта бермейді, өйткені ботаның мінезі именно сол чувствоға келген кезде ол кішкене тұйықтау. Бірақ менің енді өзімнің ойым, ботаңда сезім бар, әйтпесе мысалы алдынан бері кездесіп жүрсе, таки бір үміттің бар екені, ол бір нағыз анық деп айтайыншы. Сонымен сөйтіп кеше отырып, кеше енді пока еш нәрсе салмадық, бүгін салайық деп, сонымен білмеймін, енді екеуі үшін қатты қуандым, потому что алдынан бері мен ботаға айтып жүрген, бота ойланып көрсей, бала үшін деген сияқты. Сонымен, может быть, енді бір жақсы бір шешім жасайтын шығар, енді Құдай бұйырса деген. Lighten up